Баршаңызға сәлем, құрметті менің көрермендерім. Бүгін сіздермен сондай дәмді, әдемі, ең жұмсақ, дәмі барнидің дәміне ұқсайтын шоколадты вафли дайындайтын боламыз. Бұл вафлидің ерекшелігі құрамына шоколад қосатын боламыз. Сол себептен барнидің дәміне ұқсайтын болады. Құрамына қажет заттарды толығымен описанияға барлығын жазып кететін боламын. Бізге қажет заттар ол ұн, май, қаймақ, шекер және жұмыртқа, сосын Қазақстан шоколады қажет болады. Майымыздың үстіне осылай шоколадымызды салып, қысқа толқынды пеште немесе водяной баняда жақсылап ерітіп алатын боламыз. Шоколадымыз бен майымыз екеуі бір масса болғанға дейін жақсылап араластырып, шамамен 1-2 минут бөлме температурасында суытатын боламыз. Енді ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз және де үстіне шекерімізді салып, шанышқының көмегімен немесе миксердің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Шекері ерігенше араластыратын боламыз. Содан соң шоколадты массамызды құятын боламыз. Шоколадты массамыз қатты ыстық болмау керек, жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Шоколадымыз толығымен араласқаннан кейін қаймағымызды салатын боламыз. Оны да жақсылап араластыратын боламыз. Қаймағымыздың қанша пайыз болғандығы маңызды емес, және де қаймақтың орнына йогурт қоссаңыз да болады. Алдын ала електен өткізген ұнымызды саламыз біртіндеп, және де 1,5 шай қасық қопсытқыш қосатын боламыз. Қамырымызды толығымен бір масса болғанға дейін және де түйіршіктер қалып қоймайтындай етіп жақсылап араластырып алатын боламыз. Бізде осындай қоймалжың шоколадты қамыр шығуы керек. Вафельницамызды алдын ала жақсылап қыздырып алатын боламыз. Қызып тұрған вафельницаға шамамен 1-1,5 қасықтай осылай қамырымызды құятын боламыз. Шамамен 5 және 7 минут аралығында сіздің вафельницаңыздың түріне және қызуына байланысты пісіріп алатын боламыз. Біздің шоколадты вафлиларымыз дайын болды. Бізде осындай әдемі шоколадты түсте вафли шықты. Мен осылай таңқураймен әсемдеп қойдым. Сіздер қалаған жеміс-жидекпен немесе сахарный пудрамен, шоколадпен әсемдесеңіздер болады. Шын мәнісінде вафлиларымыз өте жұмсақ, сондай дәмді болып шықты. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Эльмира.